Саламатсыздар ма? Бүгінгі біздің сабағымыз тағы да қозғалыс графика бойынша есептер шығару. График бойынша есептер шығару. Мысалы, біз график бойынша есептер шығаратын болсақ, мысалға дене 4 метр секунд жылдамдықпен координаталар бас нүктесінен қозғалсын. Ол тең 4 метр секунд болсын. Яғни координаталар бас нүктесі бұл x0 тең 0-ге тең болады. Ал бізде бір қалыпты қозғалыс және уақыт қозғалысы, ол уақыт басталған мезеттен, яғни t0 0-ге тең болсын. Осы жағдайда бұл графиктің қозғалыс теңдеуі былайша болады. X тең 4t-ға тең болады. Ал бізде t-ға мәндер беретін болсақ, бірінші t тең 0-ге тең болсын, t тең 2-ге тең болсын, t тең 4-ге, t тең 6-ға тең болсын. Бізде графигіміз осы теңдеу бойынша салынатын болады. Ал енді кестесін сызатын болсақ, бізде t секундпен өлшенетін болады. Бізде теңдеуіміз x тең 4t. Бірінші уақытымыз 4. Бізде 2-ге тең болған кезде x теңіміз, яғни x 8-ге тең болады. Ал t тең 4-ге тең болған кезде 16 болады. Ал t тең 6-ға тең болса 24. Енді осы қозғалыстың графигін сызатын болсақ, бізде координаталар өсін, x өсі, яғни абсцисса өсі, бізде абсцисса өсі уақыт болсын, координаталар өсі x, яғни жүрген жол. Енді белгілейтін боламыз. Бізде t тең бастапқысы бізде 0-ден басталады. Одан кейін 2, сосын 4 болсын, 6 болсын, 8, бізде 8. Бізде мынауымыз 2, 4. Жоқ, біз 4-тен бастасақ 4, 8, 12, 16, 20, 24.
осылайша кете береді. Енді бізде екі уақыт кезінде бізде 8-ге тең жылдамдығымыз, 4 секунд кезінде 16-ға тең болады. Байқағандарыңыздай бұл қазір түзу сызықта координата болады. Ал бізде 6 секунд кезінде 24. Сіздерде бұл түзу шығу керек. Яғни түзу сызықта қозғалыс. Осы түсінікті болу үшін біз бұл нүктелерді белгілеуге болады. Яғни бұл 2 секунд ішінде 8 метр жол жүргеннің белгісі, 6 секунд ішінде 4 секунд ішінде 16 метр, 6 секунд ішінде 24 метр жүрген жолын білдіреді. Түсінікті болды деп ойлаймын. Бізде бастапқы деңгей яғни 4 метр секунд болды. Ал x0-іміз, яғни координаталар басы 0, бастапқы уақыт бізде 0 болды. Ал бізде негізінен графигіміздің негізгі теңдеуі x тең 4t болады. Т бізде мән берген жағдайда графигіміз түзу сызықта болады. Ал бізде бір қалыпты түзу сызықта қозғалатын дененің координатасы уақыттың сызықтық формуласы болып табылады. Сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Баршаңызға сау болыңыздар.